Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай әдемі бантикті тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолы өте оңай әрі тез. Менімен бірге болыңыздар және мені қолдап видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай сары жіп қажет. Бұл жіп менде Ярнарттың джинс деген жібі. Мен осы жіпті қолданамын осындай бантиктерді тоқуға. Және де бізге осындай 2,5 мм крючок, қайшы және осындай кішкентай заколка қажет. Ең алдымен біз воздушная петля жасаймыз. Міне осылай воздушная петля жасап аламыз. 63 воздушная петля жасайсыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай жалғастырып 63 сақина және 63 воздушная петля тоқисыздар. Қараңыздар, біз міне 63 воздушная петля тоқыдық. Енді біз полустолбик тоқимыз. Бір сақинаны қалдырып, екіншісінен бастап осылай полустолбик тоқимыз. Біз 6 полустолбик тоқимыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі және де алтыншысын тоқимыз. Енді біз соединительный столбик тоқимыз. Міне, одан 6-ауын тоқисыздар. Міне, осыны біз соединительный столбик деп атайды. Міне, осылай 6 соединительный столбик тоқисыздар. Бұдан кейін сіздер 16 полустолбик тоқисыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және де 16. Қараңыздар, енді біз 16 полустолбик тоқып болдық. Енді біз 6 соединительный столбик тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі және де алтыншысы. Енді қараңыздар, біз тағы 16 полустолбик тоқимыз. Қараңыздар, бірінші полустолбик, екіншісін тоқимыз. Тап осыған дейін 16 полустолбикті қалай тоқыдық, тап солай 16 полустолбик тоқып шығасыздар өздеріңіз. Енді қараңыздар, 16 полустолбик тоқып болдық. Біз енді 6 соединительный столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 және де 6. Енді сіздер 6 полустолбик тоқисыздар. 2, 3, төртіншісін, бесіншісі және де алтыншысын тоқисыздар. Енді
Қараңыздар. Бізде общий осылай көрінеді. Тоқыған бұйымыз. Енді біз бір сақина тоқимыз, енді бір воздушный вентиль тоқимыз да айналдырамыз. Енді полустолбиктердің үстінен тағы да полустолбик тоқып шығамыз. Ар жағындағы жіпке тоқисыздар. Қараңыз, ар жағынан осылай жіпті аласыздар да біз тағы 6 полустолбик тоқимыз. Енді манағы тоққанымыздың барлығын тап солай қайталап тоқисыздар. Міне осылай. Міне бізде 6 полустолбик болды. Енді біз 6 соединительный столбик тоқимыз. Тап мына қалай тоқыдық, соны тоқып шығасыздар. Міне бізде екінші қатарды тоқып жатырық қой. Осылай сіздер қайталап 5 қатар тоқисыздар. Міне екінші қатар тоқылып жатқан, үшінші, төртінші, бесінші қатарларды тап осылай тоқимыз. Міне 16 полустолбиктің үстіне тағы 16 полустолбик тоқисыздар. Та осылай қайталап тоқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Осы техника қалған қатарларда қайталана береді. Міне 16 полустолбигіміз тоқылды. Енді 6 соединительный столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Енді қазір біз 16 полустолбик тоқимыз. Онда мана қалай тоқыдық, жіпті ар жағынан алып тұрып, 16 полустолбик тоқисыздар. Міне 16 полустолбигіміз тоқылды. Енді 6 соединительный столбик, сосын 6 полустолбик тоқисыздар. Міне біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, және де алтыншысы. Енді 6 полустолбик тоқисыздар. Бір, екі, үш, төрт, бес, және де алтыншысын тоқисыздар. Міне бізде осымен 2 қатар тоқылды. Енді тап өздеріңіз 3-ші, 4-ші, 5-ші қатарларды, 3 қатарды өздеріңіз тоқисыздар. Қараңыздар, бізде міне барлық қатар тоқылды. Енді міне шетін қиясыздар да сақина жасап, содан кейін барып қана жіпті осылай алыңыздар. Мен сақина жасадым деп ойлап, оны жасамаған екем. Осылай енді соңғы полустолбикті сөгіп, қайттан тоқып, сақина жасап, сосын барып жібімді тартап қоямын. Қараңыз, шетіндегі жіпті осылай инеге өткізіп тұрып, арасынан бүлдіртпей өткізіп жібересіздер. Міне осылай жібімізді кіргізіп, инемізді тартып, міне қалған жіпті қиып тастайсыздар. Екінші жіпті де тап осылай істейсіздер. Қараңыздар, енді бізге осындай азғантай жіп қиып аласыздар. Міне осылай бантигімізді әдемі бір формаға келтіресіздер. Міне осылай, қараңыздар. Осылай істеп аласыздар. Міне. Енді осы жіппен орайсыздар. Қалғанын видеода көрсетілгенде қылып істей бересіздер, өте оңай. Егер осылай жіппен байлағыларыңыз келмесе, кішкентай қылып, осы ортасына 3 сақинадан, 4 сақинадан әдемі қылып тоқып, кішкентай ұзын қылып, ортасын тап солай істесеңіздер болады. Бұл да сіздерге бір идея. Ал менде бұл жерде осылай жіппен орап қойдым. Міне осылай қаттырақ қылып,
әдемі қылып. Енді осылай байлап тастайсыздар да, қаттырақ байлайсыздар. Керек емес жіпті қиып тастайсыздар. Міне. Керек емес жіпті алдым да, осылай қидым. Міне, кішкене өстіп әдемі формаға келтіре аласыздар. Осындай өте әдемі болып шықты. Енді арт жағына заколканы жабыстырамыз. Міне осындай заколка бізде. Міне осылай бізге пистолет клей қажет. Пистолет клейге осылай клейімізді заколкаға клей жабыстыра аламыз. Құямыз. Сосын оны міне осылай жаңа тоқыған бұйымымызға дәл ортасына осылай қаттырақ басып тұрып жабыстырамыз. Сонымен біздің бантик заколкамыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын, түсінікті болды деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, комментария жазып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Осы сәттерде мен сіздерге көптеген пайдалы видеолар жасаудамын. Түсінікті, ешқандай қатты қиыншылығы жоқ. Тоқыманы енді бастап жүрген қыздар да тоқи алады. Рахмет.